облысы Сарысу ауданы Жаңаталап орта мектебінің оқушылары тұлпар мініп ту алған байқауына қарқынды дайындық үстінде. Жаңаталап орта мектебі 8-ші сынып оқушысы Хамида Мақсат. Кешегі өткен заманда дін мұсылман аманда, қара қыпшақ қобыланды, атасы оның Тоқтарбай, халықтан асқан Болдыбай. Айдалып бағып жайылды, топ-топ бағып бәрісі. Ақылынан адасқан, шүмілес сұңқар қиясыз, еш нәрсе көрмеген еден, өтем бе деген сияқтиясыз. Сонда көрген арыстан бір ой бір қыз аттанар, қыздың аты Қарлығаш, қобыланға қарындас. Арыстан туған қобылан да қазадан қамқа киеді. Өзінің еншім болсын деп, тобылғы менді таратты. Қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Искакова Балжан. Біздің мектепте Қобыланды батыр жырын жатқа айтуға дайындық үстінде. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі. Аналықтай бәйбіше, қабырғасы майысқан. Елуге жасы келгенде, көзімді ашпай дүниеден, өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан. Қобыландының тілегін бүкіл қыпшақ тіледі. Қайыры көп халқына енді түсіп салтына, таулар киіп тас жанған, 6 жаста баланың ербендеген зарпына. Өзі 6 жасында кәмшат бөркі басында, тобылғы торат астында. Сондай сен сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Арғасында бұлтаудың қызыл бастың елі бар, жасыл байтақ жер бар, айдын шалқар көлі бар, қанша мүмсам жаны бар, қанша жеген халқына көрсет тұрған сәні бар, құртқа дейін қызы бар, еліне сайған назы бар, ай астына аспанға құрды бақын қақтырып, алтын теңге аттырып, теңгені атып түсірген. Сағы сөйлейді, қой шырағым, жассың ғой, қарғаң сен қатқан жоқ, ұмытқан өсіп жеткен жоқ, жібелуге қорқам, тілінде алсам рұқсат жоқ, барғаннан кезек келместі, баланы көзге ілместі, бағып жатқан құтқаны 45 кез қылыр, шырағым тектен берместі, отырыптылар кеңесті, меген ата алады, қылшық жынды қарайды, тоқтау салды естеміз. Тобылмен торатпен дөңгелетіп жөнелді, атып жатқан жеріне іркілместен келеді. Келгендігін баланың көпі маймақ көреді, айбатына сестеніп кезекті бұған береді. Қазақ нері келді деп қобыландай төрені. Орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Жаңабай Расулдан. Біз Қобыланды батыр жырын жатқа айтып қана қоймай, өнеге төзелмен де жұмыс жасадық. Біз Қобыланды батыр жырын жатқа айтуға дайынбыз.